Assalamu alaikum, hurmetli жақсылар. Біздің қандай екендігімізді көршіміз жақсы біледі екен, жақсылар. Көршімізбен сыналып жүрмейік ертең. Көрші кімнің кім екенін жақсы біледі екен. Сол үшін, жақсылар, біз басқамен сыйлассақ сыйласайық, әсіресе көршімен қатты сыйласуымыз керек екен. Көршіні қатты құрметтеуіміз керек екен. Көршімен жақсы араласып, жақсы сыйласып, бір-бірімізге жақсы көңіл күймен сөйлесуіміз керек екен. Көршіні көрген кезде барынша ынта ықыласыңызбенен бауырмашылдығыңызды да, туысқандығыңызды да, жақындығыңызды да көршіге білдіру керек екен. Өйткені Құдай күні қоңсымен деп қазағымыз бекер айтпаған, ертең көршің айтады екен сенің кім екеніңді. Жақсы адамсың ба, жаман адамсың ба, көрші айтады екен бізді. Осы адам бізде көбінесе айтады ғой, осы кісімен тұрғаныма 10 жыл болды, қиянатын көрген жоқпын, жақсы адам деп айтатын болса, онда сіз жақсысыз Құдай қаласа. Кейбір кісілерді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға да бір әйелді айтты. Пәленше деген бір әйел бар, 5 уақыт намазын күні бойы оразасын ұстайды, түні бойы намаздарын оқиды, бірақ көршілеріне азар да безер, көршілері олардан азар да безер, көршісіне қиянаты бар деді, тілімен азар қылады деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ол әйелді дозақи деді. Ол әйел дозақи деді. Көрдіңіз ба, жақсылар, біз көршімізбен жақсы болуымыз керек екен әсіресе. Көршісін танымайтындар бар. Мына үйде кім тұрады десең білмеймін. Көрші қандай болса да, ол қай ұлттан болса да, сенің көршің ол. Көрші сізді жаман десе, ертең Алланың алдында жаман болады екенбіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде айтады. Көршілеріңіз сізді жақсы адам десе, көршілеріңіз сізді жақсы адам десе, онда сіз жақсы адамсыз дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Көршілеріңіз сізді жаман адам десе, онда сіз жаман адамсыз дейді. Осыдан білуге болады екен, жақсылар. Көршіменен барынша қарым-қатынасымыз тамаша, өте жақсы болу керек екен. Көркем мінезімізді көршіге көрсетуіміз керек. Жақсылық істегіміз келсе, бірінші көршіге жақсылық жасауымыз керек. Құрбандық шаламыз, бірінші құрбандығымыздың бір бөлігін көршіге апарып беруіміз керек. Құранға шақырсақ, бірінші Құранға көршімізді шақыруымыз керек екен. Көршіге жақсылығымыз көп болсын.